Бізде енді жаңағы күйеуімізді барлық жағдайын бәрін жасадық деп айтайық. Күйеуімізге жақсылап қарадық, күйеуімізді сыйладық, күйеуімізді құрметтедік. Енді жаңағы балансты да ұстадық. Енді тым қатты жаңағы не істеп жүрген жоқпыз, оны тым қатты сыйлап жаңағы өзімізді төмендетіп тастаған жоқпыз, немесе өркөкіректігімізді түсіріп кішкене төмендедік, бір сатыға төмендедік. Осы нәрсенің барлығын жасадық деп айтайық. Өйткені осы сабақтың бәрін өзі өтіп қойдық. Біз сөйтіп енді бүгін біз уже жаңағы үйдегі қаражатты басқарудан бас тартыңыз деген тақырыпқа келдік. Бұл тақырып енді маңызды тақырыптардың бірі да. Өйткені біз бұл тақырыпты егер бұл жаңағы нені жасамасақ, үйдегі қаражатты басқаруды күйеуімізге бермейтін болсақ, ондай болса, біз оны үлкен адам деп, немесе өзімізден бір саты жоғары ұстап деген сияқты жасаған дүниеміздің көбісі шамалы қармағайшы болып қалады. Себебі кім ақшамен жұмыс жасайды, кім ақшаны басқарады, кім ақшаны бәрін реттейді, билік соның қолында деген сөз ғой негізі да, билік соның қолында. Сондықтан осы нәрсені есімізде сақтауымыз керек. Біз егер ақшаны да басқаруды күйеуімізге беретін болсақ, ол ақшаның бәрін басқарып өз мойнына алатын болған кезде ғана бізде мынандай не болады да, спокойствие болады да, кәдімгідей бір арқаңнан бір жүк түскендей болады да, бір өзіңді рахат сезініп қаласың да. Сондықтан осы нәрсені күйеуге беру керек. Енді қараңыздар, біз қалай осы нәрсені өз мойнымызға алып кеттік, соған келейік. Негізі біз осы алдыңғы сабақтарда көбірек айттым, біз әйелдер пысықпыз. Сосын жаңағы күйеуіміздің былжырап болғанда енді жай олар ақырын ойлайды, негізі көп жағдайда. Сосын біз аламыз тарс-тұрс, ой, осыған да қарап отырам ба деп, мысалы, әкеш мен өзім жасай салайын деген секілді сондайлармен әйелдер жаңағы билікті барлығын өз қолына алып алады, барлығын өзі реттеуге шығып алады да әйелдер. И сосын осы ақшаны да тоже. Мен мысалы өзім мысал келтірсем өз өмірімнен да, мен енді өзімде тоже жаңа мектепте мұғалім болып тапқан ақшам болды. Енді күйеуімнің несімен, осы уақытқа шейін күйеуімнің бірге соны тапқан ақшасымен жүргеннен, бірақ осы Ақтауда жүргенде ғана мен мектепте жүріп жұмыс жасап сөйтіп бастадым да, ақша таба бастадым. Ал енді оған дейін көбінде тек күйеуім ғана табатын. Сонда мен оның тапқан, енді менде пособие болды да, мен оның тапқан ақшасын мен уже білем да, уже қанша зарплата алатынын, хотя жаңағы барлығы соның рұқсатымен шығады енді ақшаның барлығы да. Бірақ мен басқару менің мойнымда да, мен оның мойныма алып алған. Мысалға, мынандай да, зарплат келетін примерно білеміз да, мысалы, бұрындары көбінде 21-інде келетін да. Примерно білеміз, 20-21-лерінде бізде зарплат келетін білеміз да. И сосын мен соны алдын ала, мен уже білем да, так, мына ақшасын квартираға, мына ақшасын ана кредитке, мына ақшасын каспиретке, мына ақшаны, мына суммасын жаңағы ана қарызға, мына несін ана жинап атқан ақшаға деген секілді, немесе баланың ана несіне, гимнастикасына, баланың садигіне деген секілді, міне өстіп барлық ақшаны уже қойып тастаймын дағыны. Сосын барып ана соңында қалады ғой. Қайырлы таң, Севара ханым, мен сіздерді күтпей бастап кеттім, қайталап көріп аласыздар. Сонда жаңағы соңғы қалады ғой, соңғы қалған жаңағы қарыздардың барлығын бәрін беріп болғаннан кейінгі соңғы қалғанын мен аламдағыны, оны осы ақшаға ғана не жасаймын да, мысалға, бізде енді осындай ғана ақша бар деп, мен сонда ақшаның қаражатты басқарудың барлығын өзім неме алып алғам да, мойныма алып алғам да. Сонда күйеуім жалпы, жаңағы күйеуім айтып отырам да, так, мына ақшаны мында жібердік, мына ақшаны мында жібердік, мынада жібердік, сонда мына жерде мынандай ғана алып деген секілді, типа жаңағы расчеттің бәрін біліп отырады дейміз да, бірақ та басқарудың барлығын өз мойныма алып алады екен да. Менше басқарудың барлығын өз мойныма алып алып, мен что-то светім жаман қатты жарық болып тұр, бүгін не екен. Өстіп қойыңыз. Басқарудың барлығын өз мойнымызға алып аламыз. Сосын барып, мен сөйтіп жаңағы былай істейтін да,
Енді бізде мысалға жаңағы айтып өткендей кредит анаған төлейміз, не жаңағы үйге төлейміз, кәсіби ретке төлейміз деген секілді бәрін төлейміз деп алдын ала реттеймін. Сосын мен мысалы қараймын, бір 50 мың теңгеден мысалы қалатын болса, сол жаңағы шығындардың бәрін, сосын сол 50 мың теңгеге продукт аламыз деп мысалы сөйтеміз ғой, продукт алу керек, оның бала шаға бар деген сияқты. Сосын біз сонда қараңыз қандай, енді бізде 50 мың теңге ғана артылып отырған жоқ, әртүрлі әр кезде әртүрлі артылып отырды осы жаңағы шығындардан да. Сосын біздің мына әйел адам, біз мысалға мынандаймыз да, өзіміз энергияны алу үшін де бізге ер адам ақша беріп, кәдімгідей бізді бір өзіміздің бір жақсы көретін бір немен айналысуымыз керек та, біз негізінде да. Жоқ, айналысқан кезде былай ғой, мысалға сізге күйеуіңіз бір 10-15 мың теңге сізге ай сайын бір беріп отыратын болса, сіз еще сол ақшаны тура өзіңіз мысалы массажға барғыңыз келе ма, жоқ әлде косметологқа барғыңыз келе ма, жоқ әлде салонға кіргіңіз келе ма да, жаңағы күшті маникюр бірдеңе жасатқыңыз келе ма, білмеймін, әйтеуір сол ақшаны сізге рахат сыйлайтындайға жарататын болсаңыз да, сол кезде сіз негізі өзіңізді күшті сезініп жүресіз да, жаңағы өзіңіздің рахатыңызды, өзіңіздің удовольствиеңізді жасағаннан кейін сіз өзіңізде бір сондай бір күшті бір сезім болады да. Сосын сол сезіміңіз сізге энергия береді да, сол дәл сондай сезімде жүргеннен кейін. Сосын сіз оны үйде уже күйеуіңізге не істей аласыз да, сол энергияңызды. Ал енді қараңыз, жаңағы менің жағдайымда нені жаңағы ақшаны анаған кетті, мынаған кетті, бәрін бөліп уже ар жағында қалған бір 50-60 мың қала ма, 70 мыңдай қала ма, в общем, не керек, примерно сондай ғана сумма ақша қалады, мысалға жаңағы. Сосын соған жаңағы продукты, сосын барып балалардың бір срочно бір алу керек киімдері деген сияқты қалады. Сонда әйел адам болып біз жаңағы энергия алатын, өзімізге бір рахат сыйлайтын ештеңкеге біз уже өзіміз сол ақшаны управлять етіп отырғаннан кейін, өзіміз барлығын распределять деп отырғаннан кейін, біз уже не істей алмаймыз. Мен ана ақшадан өзім барып косметологқа барып келейінші, мен ана ақшадан алып бір 10 мың теңгесіне косметика алайыншы деген секілді нәрсені уже сіз біліп отырсыз да. Ол ақшаны алғанда күйеуіңіздің тапқан ақшасын еще сіз оны басқарып отырсыз, еще сіз содан жаңағы мен анадан киім алайыншы деген секілді нәрсені айтқанға сіз анандай не істейсіз да, жүрексінесіз. Хотя мен тауып атқан ақшам жоқ, күйеуімнің тауып атқан ақшасы, мен просто оны распределять етіп отырмын деген сияқты. Көрдіңіз бе, осындай нәрсе бізде болды да. Мен мысалға сол кезде айтатын, енді жаңағы киім бір срочно бір киім не алатын болса, мен осындай киім не істеп тұрмын, мен не істеймін деп сол кезде мысалы ондайды алып беретін. Бірақ ол енді необходим болғаннан кейін алған дүние басқа да. Ал енді сізге өзіңізге жаңа қатты қажет болып тұрмаса, бірақ соны алғыңыз келіп, жаңағы әсіресе услугаларды, массаж болсын, жаңағы не болсын, немесе хотя жаңағы кафеге барып, достарыңызбен, қыздармен барып, не қылып демалып отырып қайту ма, білмеймін, әйтеуір, в общем, сізге сондай бір ай сайын сондай ақша бөліп отыратын болса, мысалға да, күйеуіңіз содан сіз бір күшті не істейсіз да, рахат аласыз. Сондай нәрсеге жеткізу керек та. Сол кезде ғана сізде жаңағы өзіңізде бір жүрегіңізде тыныштық болады. Мысалы мен соны ұзақ уақытқа шейін солай жасадым да, ұзақ уақытқа шейін. Осы соңғы уақыттарға шейін бүткіл сол күйеуімнің ақшасын барлығын өзім істеп отыратынмын. Анауысы анда, мынауысы мында деп сөйтіп отыратынмын да. Сосын ол тағы да оның бір минусы, күйеуім уже басын қатырмайды да. Ол мынандай да, ол ақшаны әкеп берем дейді. Ол ойлайды, оның ойынша мен Жазираға ақшаны әкеп беремін, Жазира өзі барлығын реттейді, жетпеген жерін өзі жеткізеді деген сияқты. Ол тура сол нәрсені жетпеген жерін өзі жеткізеді деген нәрсені тура өзі ойымен айтпаса да, айналып соған келіп отыр да. Мен жетпесе де оны жеткізу керекпін да, сол ақшаны да. Көрдіңіз бе, мәселе қайда жатыр? Ал енді қараңыз, сол кезде сол нәрсенің бәрін күйеуім маған беріп тұрсаңыз, ода ешқандай артында ауыртпашылық жоқ, ода ешқандай жауапкершілік жоқ, ол ешқандай жауапкершілікті сезінбейді, оған рахат та.
ол өзі спокойно жүреді да, ақшаның бәрін әйелі реттеп жатыр, ақшаны жаңағы жоқтан бар жасап жатыр, жаңағы продукты бірдеңеге деп әйел бәрін жаңағы бөліп шығарып жатыр деген секілді. И сосын ол жаңағы енді ақша тауып жатқаннан кейін ана адам мынандай да, өзінің удовольствиесіне енді тауып жатырмын ғой, енді өзім бір удовольствиемен ақша жұмсайын да деген сондай адамда ой келеді да, енді тауып жатырмын ғой, енді сонша бір ай бойы осындай ақшаны таптым, неужели мен өзім бір қыдыра алмаймын деген секілді сондай ой келеді да. И сол кезде ол мысалы сол ақшасын апарып, сол ақшам бар деп кафеге апаратын да бізді да. Ол кездері әйтеуір апта ай сайын бір кафеге барып бала шағамен барып сөйтіп отырамыз да. И сол кезде сөйтіп жаңағы емін еркін ол ойлайды, например, ол мысалы күйеуім 230 мың теңге мысалы зарплата тауып отырған сол кездер примерно. И сосын ол 230 мың теңге таптым, неужели бір 10 мың теңгесін кафеге жұмсай алмаймын деп ойлайды да. Ал енді мен хотя оны управлять етіп отырам мен да, мысалға ол емес, мен ана не жаңағы кредитке, жаңағы неге, немеді квартираға деп айттым ғой, жаңағындай беретін ақшаларды, сондайлардың бәрін беріп болған кезде бізде қалатын бір 50-60 мың қалады, мысалы 70 мың қалады деген сияқты ақша қалады да, мысалға да. Ал соның ішінде 10 мың теңгесін кафеге беріп тастайтын болса, уже тағы да көзге көрініп қалады, азайып қалды ғой. Оны мен көріп тұрмын да, өйткені мен ақшаны управлять етіп тұрмын да. Ал ол оған қанша айтса да оған жетпейді, себебі ол басын қатырып жатқан жоқ. Ол самый главный 200 бірдеңе 30 мың теңге зарплата алады, бітті, соны ғана біледі да. Оның карточкасына сондай ақша түседі, бітті. Хотя оны айтып жатса да жетпейді деп жатса, ол уже сол ақшаны емін еркін жаратқысы келеді да. И бір жерге барса, жарайды деп ала салады, мысалға бірден келеді да. Сосын мен ойлайтын едім да, мен күйеуім болады вообще ақшаны жарата алмайды. Оның қолына ақшаны берсең, ол алады дағыны емін еркін 2 күнде тауысып тастайды деген нәрсені ойлайтын едім да менше. Сөйтсем ол тауысып тастап не қылатын себебі ол ақшаны управлять етіп жатқан жоқ, мәселе сода екен да. Ол ақшаны былай не істеп жатқан жоқ, жаңағы басқарып жатқан жоқ та, қаражатты да. Мынаған кетсе, мен бұны бермесем болмайды. Ал жаңа кредитке бермесем ол да болмайды. Мынаған бермесем ол да болмайды. Сонда мен артында мынауған ақша қалып тұр екен ғой менде. Мен осы ақшаны ғана жеткізу керек екен ғой семьяға деген нәрсе ода жоқ та, ондай понятиеде. Себебі мен қанша айтып не істеп жатсам да, ол басқару жүйесі менің мойныма ілініп тұр да, ол ше. Мен оны өзім алып алғанмын да, оны ше. Оны жаңағы мені ешкім соған сол орынға қинап тұрып отырғызған да жоқ та. Мен оны өзім алып отырмын да. Көрдіңіз бе? Осы нәрсе бізді құртады да. Осындай нәрсе болғаннан кейін, мысалы сіздерде қазір дәл қазіргі күнде мүмкін сондай болып жүрген шығарсыздар да. Хотя жаңағы күйеуіңіз біледі да, мысалға да, ол үшеуісі жаңағы сұрайды да, енді ол енді ақшасын жаңағы не ғана кейін енді ол миы мына 230 мыңға не болып тұр ғой, оның миы да, оның миы жаңағы ананы бердім деп өзі бүйтіп бермегеннен кейін, хотя өзі бүйтіп ақшаны жібермегеннен кейін оның миы оны түсінбейді да. Оның миы ойлап тұр, менің ақшам 230 мың теңге деген миы солай түсініп тұр да. И сосын ол соған ғана не істейді да. Сосын ол қолына ақша жаңағы түссін түспесін, ол мынандай ақшам бар деген секілді миы оны емін еркіндікте жіберіп қояды да, рахатта оған да. Ол жеңіл сезінеді да. И сосын барып жаңағындай бір жерге барса ала салады, ақшасының несіне қарамайды деген сияқты. Сондай нәрсе көп болатын біздің үйде. Сосын біз содан ұрсатынбыз. Сосын мен сонда айтатым да, осы сен бар ғой деп та, жаңағы ақшаны дұрыс жаратуды білмейсің, емін еркін жаратпайсың, сен білем, ажында мынандай ғана ақша қалды ғой деп та. Сонда соны не істеп отырсам да, айтып отырсам, оның миына кірмейтін да. Ол хотя мен оған отчет беріп отырам да, мынаған кетті, отчет берем, бірақ ол бәрібірде отчет оның миына кірмейді. Себебі ол отчетты ол жасаған жоқ та, мен жасадым да оныншы. Хотя ол білет, квартираға біз ай сайын 100 мың теңге беретінімізді мысалға да, оны да білет, бірақ оның барлығын жүргізіп отырған, басқарып отырған мен болғаннан оның миына кірмейді. Көрдіңіз бе? Мен қазір осы соңғы бір 3-4 ай болды, даже бір 4 айдай болып қанша примерно. Мен соның күйеуімнің мойнына түгел осы нәрсені бердім. Мен сіздерге өткенде айттым ғой, мына кітапты алып мен өзімнің өзім өмірімнің өзгергенін, мен адамдарға уже жаңағы айта алатынды бір жүйелікке маған көмектескен осы кітап болды деп айттым ғой сіздерге алдында, мына кітапты. Мен сосын осы кітаптан жаңағы нені үйрендім дедім, осы именно қаражатты басқаруды күйеуіңе өткіз деген нәрсені, бастарт деген нәрсені осы кітаптан үйрендім. Мен оны оған дейін жасаған жоқпын да. Ал енді қараңыздар, мен соған дейін не жасағанды айтып отырмын қазір сізге да. И сосын мен сол кезден бастап күйеуіме осы нәрсе
нәрсені тапсырдым да, мен уже түсіндім да, мына кітапты оқыған кезде мен түсіндім. Мен өзім жаңағы осыған дейін жаңағы хотя мен күйеуімді сыйладым, күйеуімді құрметтедім, одан бір саты өзімді төмен ұстадым, оның қасында өзім жаңағы неғып жаңағы демеді, сенім арттым оған, үйде ұрыс-керіс бәрі азайды. Хотя ұрыс-керіс азаған күннің өзінде де чуть-чуть шығып қалады да, шығып қалады, бұл неғып шыға береді, бұл неғып болып қала береді деп мен түсінбейтін едім да. Сөйтсем оның несі мына жаңағы қаражатты басқаруды мен оған өткізбегеннен екен да. Өйткені бағанағыдай да мен оны сыйлаймын, мен оны құрметтеймін, сен үлкен адамсың, сен президентсің деген нәрсені айтам да, бірақ оны айтқанмен подтверждение ол қаражатта екен да. Өйткені қаражатты кім басқарады? Власть соның қолында екен. Мәселе сода. Хотя ақшаны тауып алып әкеп отырған оны біліп отыр да. Ол ақша тауып отырғанын біліп отыр. Ол осы жанұяны асырап отырғанын біліп отыр. Мен әлі ол кездер онша ақша әлі таппағанымды, тем более мен жаңағы өскеменге ауысып келгеннен мен жаңағы мектепте емес, уже мен қазір үйде ғана психологияны оқып жатырмын, одан кейін интернет-маркетологтың кейінін оқыдым да енді оларды. Бірақ психологияны оқып жүрдім мен сол кезде. Сондай нәрселердің бәрін ол біліп отыр да. Ол жаңағы сол нәрсені біліп отырғаннан кейін ол ойлап отыр да, мен осы нәрсені жаңағы жасап отыр, мен күйеуімді қанша үлкен адам деп сезініп сөйтіп отырмын деймін да. Бірақ сонда да бірдеңе жетіспейді да, бір нәрсе жетіспейді, бір нәрсе уже бізге сол жаңағы не қыламыз да, міне ол менің қызғануым тоқтатты. Самое главное, ол менің қызғануым тоқтатты. Маған ол сенім артты. Бірақ ол маған қайырлы таң Майра ханым, ол кісі маған сенім артқанымен де жаңағы нәрсе ода қалып та, ана власть мен қолымда болып қалды да. Все равно ол анандай қалай түсіндірсем екен сіздерге, билік менің қолымда, бірақ мен сөзбен оны үлкейтемін да. Ана іс-әрекетпен емес та, билікті оның қолына бермеймін, мен сөзбен үлкейтемін да. Оны ше көрдіңіз ба? Бұл нағыз соңында подтверждение екен да. Бұл осы нәрсені жасамаған мен сол уақытқа дейін ұрыс-керіс жаңағы неге байланысты, немеді, қызғануға байланысты ұрыс-керіс жоқ, бірақ үйде жаңағы нелерге байланысты, осы үйде ақша жетпей қалды, немесе ақшаны сен жасап тастадың, анаған кетіп қалды, мынаған кетіп қалды деген нәрселер, мысалы сондайдан ұрыстар болып тұрады екен да. Сөйтсем соның ең бір несі осы басқару. Вообще ақша деген вообще ол власть екен да. Кім ақшаны тауып отыр, оның қолында власть болады, бірақ соны басқаруда да тоже самое сондай екен да. Басқарудың өзінде де сондай нәрсе бар екен да. Сосын мен сол күйеуімнің тапқан ақшасын басқарам деп кәдімгідей мен бүткіл жаңағы билікті өз қолыма алып жүргенімді байқадым да. Бір күн отырдым да, осы нені оқығаннан кейін отырдым да, мен айттым, болды дедім, болады дедім. Мен енді ақшаны мүлдем басқармаймын дедім. Мен ақшаны саған полностью берем дедім. Сен айдан айға өзің жеткіз дедім. Сен білесің, квартираға қанша төлейтін білесің, кредиттің қанша төлейтініңді білесің, ол машинасын кредитке алған ғой, оның қанша төлейтінін білесің. Жаңағы машинаның кредитін біз Астанада квартираны снимать еттік, квартиранттарға беріп қойдық та, и солар квартиранттар төлейді, бірақ үстінде чуть-чуть тағы да өзіміз төлейтін ақша бар да. Сондай ақшаның бәрін өзің төлейтін. В общем, сондай қандай шығын бар біздің үйде, соның барлығын өзі біледі да, жалпы да. Соның бәрін басқару, соның қайда ақша жаңағы қайда кетеді деген секілді сондай нәрсенің бәрін біледі да ол. Сосын мен айттым, бол дедім, осыдан кейін дедім, өзің басқар дедім, осының барлығын мен басымды қатырмаймын дедім. Мен қалай соған бердім, ол маған уже жаңағы зарплата түскен кезде ол әдетінше көрсетеді маған, осындай зарплата түсті деп та. Ал енді сол түскен зарплатамен мен дым жұмыс жасаған жоқпын да. Өзім сондай қатты бір жеңіл сезіндім да, прям арқада ауыр жүк жоқ та. Ананы мысалға да айтып отырмын бағанадан бері. Мен мысалы бұрын жүрген кезде мен уже білем, квартираға 100 000 теңге кетеді, Каспиретке мынша теңге кетеді, кредитке мынша теңге кетеді, ана қарыз арасында ақша жетпей қалған кезде қарызға мынша теңге кетеді. Сонда ар жағында қалатын чуть-чуть ақша ғана ма не деп мен уже кәдімгі салым суға кетіп, ана бізде сол себепте мен күйеуіме энергия бере алмай, сол себепте мен күйеуімді шабыттандыра алмай, еще соның тағы да бір несі, ол уже дальше көбірек ақша табуға тырыспайды да. Мәселе сода да. Өйткені ол ойлайды, осы әкеп беріп отырғанды ол жеткізіп отыр деп ойлайды да мені да. Көрдіңіз ба? Мен осындай нәрсенің бәрін түсінгеннен күйеуіме бердім да. Осы нәрсені күйеуім уже өзі жүргізіп бастағаны бір 3-4 айдың көлемінде болып қалды примерно да. И сонда мен единственный бір нәрсені түсінгенім, мен
ақшаны жаңағы не қылмайтыным, ана не қылып демеді, ауыр жүк жоқ та, арқамда рахат та, өзің жеңіл сезінеді екенсіз да, дым ақшамен шаруаңыз жоқ та. Бірақ сіз айтасыз да, мысалға, маған мысалы мен өзіме қажет болатын болса, мен айтамын да, маған осындай нәрсеге ақша қажет десем, ол сол ақшаны тауып береді маған да. Ол уже жаңағы мына ең бірінші несі, пайдасы, ол уже ақшасының жетіп жатыр ма, жанұясын асырауға да, жетпей жатыр ма, осы нәрсені анықтайды ең бірінші да. Баяғы мен не істеп жүрдім ғой, 50-60 мың теңгені қалай жеткіземіз деп жүрдім ғой, мысалы баяғыда да. Ал енді қазір ол уже өзі білетін болды да. Ол сол тауып атқан ақшасы жете ма, жетпей ма, сол нәрсені ол өзі білетін болды да. И одан кейін барып екінші, уже ол ана власть оның қолында, ол уже сезіне бастады. Шынымен де ол баяғы мен ауызбен айтып жүрген нәрсемді уже іс-әрекетпен сезіне бастады. Ол шынымен де сол үйдің үлкені екенін, ол сол үйді басқарып отырған, ол сол үйдегі барлығын асырап отырған, сол үйде ақшаны тауып, сол үйдегі жаңа жоқтарын жеткізетін, соны сезіне білді. Көрдіңіз бе? Одан кейін ол деген жаңағы уақытсын бұрын соңды мысалға ештеңкені ойламайтын, еш нәрсеге басын қатырмайтын, ал қазір басын қатыратын болды. Енді мен не істесем екен, бұны қалай істесем екен деген нәрсе. Мысалы Джон Кеханың кітабы бар біздің үйде, қандай еді кітаптың аты, подсознание может все деген. Осы кітапты мысалға ол кітап оқи бастады, уже іздене бастады, уже жаңағы ақшаны қалай жұмсау, дұрыс жұмсау керек, немесе жаңағы қалай қалай ақшаны жеткізуге болады деген секілді. В общем, осындай нәрселердің бәрін ол уже басын істете бастады. Көрдіңіз бе? Осындай нәрсені. Ал бұрын соңда ол оның ешқайсында жасамайтын еді. Барлығы мен сол кезде бар ғой, еше мен сіздерге айтайыншы. Бұрын мен мысалға ер мен әйел қарым-қатынасына байланысты темалар келеді ғой. Тема дегенде мен көзім поле зрениеме сондай секілді тақырыптар келген кезде мен сол тақырып, мен күйеуіммен қарым-қатынасымды дұрыстап алайыншы, мен ананы қарамайтын да. Мен ондайлы, менде нормально ғой деп мен оны ысыра салатындағыны. Ал енді ақша табу, бизнес жасау, тағы да немене, сондай, в общем, сол ақшаға қатысты кәсіп ашу деген нәрселер келетін болса, немесе қаражатты басқару, немесе жаңағы тағы да не айтайын, инвестиция деген секілді, сондай актив, пассив, кешегі алдыңғы сабақта айттым ғой, сондай нәрселерді мен керісінше сондайды көретінді. Себебі мен сол күйеуімнің тауып жүрген ақшасы жетіспегендіктен мен ақшаны сондай жақтан табу үшін, көрдіңіз бе, мен іздей бастап кеткемді, күйеуім еместі, мен уже ақшаны, жанұяны асырауды, ақша табуды мен ойлап кеткемді. Себебі мен сол кезде көріп отырмын да, ақшаны жетіспейтін. Значит, біздің үйге ақша жетіспейді, уже ақша табу керек дегенді өзіме сондай не беріп, сонда мен сол үйдің жаңағы иесі мен сияқтымын. Көрдіңіз бе? Жауапкершілік менің мойнымда сияқты. Мен сол жаңағы ақшаны көбейтудің де бәрі менің мойнымда сияқты. Ал күйеуім жаңағы біздің үйдің тұңғыш баласы сияқты болып қалады. Көрдіңіз бе? Мен алдындағы айтып жүрген сабақтардың барлығының осы жаңағы нүктесі деп айтсам да болады, немесе бір үлкен жаңағы несі, подтверждениесі сияқты да, сол айтып жүрген нәрсенің бәрінің подтверждениесі сияқты. Көрдіңіз бе? Осы нәрсені мен қалай жаңағы күйеуіме беріп бастадым, осы нәрсені қалай мен оған жаңағы болды, енді сен осыны өзің басқар, мен бұда уже басымды ауыртқым келмейді, осы үшін басымды ауыртқым келмейді деп мен мысалы күйеуіме уже толық берген кезде ол уже көрді ақшаны қалай жете ма, жетпей ма, немесе қанша артылады, қаншасы қалады, жанұяға жаңағы бала шағасына қаншасы қалады. В общем, соның барлығын ол түсінді. Ол уже жаңағы ақшаны, еще бар ғой, мен сіздерге айтайын, мен жаңағы осы ақшаның барлығын мен басқарып жүрдім ғой осы уақытқа дейін да. И сол кезде ол анандай кредитке жаңағы кредит ала салуды, ай сайын 80 мың теңге төлей салам, жарайды, ештеңке емес деген секілді сондай нәрселерді ол көп не істейтін, ұрынатын да, сондайға да кредитке, арғы берген нәрселердің бәріне ұрынып сөйтіп жүретін да. И сонда ол сөйтіп ала беретін себебі де сол екен да. Ол ойлайды екен, оның түсінігінде мен жаңағындай 230 мың, 250 мың зарплата әйтеуір көбейіп жатыр ғой. Сондай зарплата, қанша зарплата, соны миы не істейткен дағыны, и 230 мың зарплата алып жатсың, 80 мың теңге, не оның қасында деген сияқты да. Ала бер,
жарайды деп кредитті ол ала беретін ғой. Сонда мен сонша шығып болады, оны қайтып төлейсің, өйткені мен оның бәрін көріп отырмын да, жаңағы ол да тоже білет та, бірақ оның миына кірмейді екен ғой. Мәселе сода, оның миына кірмейді. Қанша мен айтып жатсам да, отчетін көрсетіп жатсам да, сызып тұрып көрсетсем де, оның миына кірмейді. Оның миы ол туралы басын қатырған жоқ. Оның миы тек қана көрді, 230 мың теңге зарплата келетінін көрді да, оның миы. Көрдіңіз ба? Мәселе сода екен. Мен соның барлығын қазір өзім соған күйеуіме өткізіп тастағаннан кейін барып мен түсініп жатырмын да. Мен қазір мысалға дым бас қатырмаймын да. Мен өйткені қанша жаңағы ол қазір қанша ақша неге кредитке төлеп отыр, қанша квартираға төлеп отыр, қанша біз мысалға бір неміз біздің да квартираға төлейміз. Біз өзіміздің үйіміз Астанада, біз өзіміз әлі Астанаға жете алмай жүрміз, бірақ біз квартираға төлейміз. Мысалда 100 мың теңге квартираға төлейміз. Одан кейін жаңағы неміз бар, машинасының квартиранттардың беріп отырған үстінен тағы да чуть-чуть қосатыны бар. В общем, сондай. Сосын бұрыннан қалып қалған кредиті бар, мысалда күйеуімнің да. Сосын бізде анандай Каспи Ред деген бар да. Каспи Ред деген өте жаман нәрсе да. Мен сіздерге айтайын, егер де сіздер соны қолданып жүрген болсаңыздар, немесе ойланып жүрген болсаңыздар, сол Каспи Редті жаңа мен мына неде оқып жатырмын. Мен дейді, прошлый месяц я себе сделала, не дейді, пластическая операция дейді да. Ол жаңа пластическая операциясы жаңағы Каспи Редті, то есть сол кредитный картаны сындырып тастадым дейді да. В общем, сол қиып жоқ қылдым деген сөз ғой. Пластическая операция жасадым дейді да. Тура соқсап, сондай Каспи Редтен толық құтылу керек та. Каспи Ред деген өте адамды жаңағы не істейді да, жаңағы мимен өте қатты жұмыс жасайды. Миды қатты баурап алады да. Психология ғой ол жерде де. Мысалға, сондай нәрсенің барлығын не істеді? Біздің үйде сондай нәрсе көп орын алды да. И сонда былайда, мысалға бір срочно бір нәрсе керек та, мысалы срочно бір нәрсе керек, сосын барасын, күйеуімнің ойынша ол мысалы сол Каспи Редті мен мысалы жауып тастайын десем, ол маған жапқызбайды да. Ол айтады, бізге срочно бір нәрсе керек болса жақсы ғой, ала саласың дейді да, еще бөліп төлей саласың дейді да. Оның миы сол жаңағы бөліп төлей салғанға ол үйреніп алған сияқты да. Бөліп төлей саласың, ол ешқандай қиындық жоқ дейді. Ал на самом деле ол бөліп төлеген күннің өзінде де адам затты мысалға да, мына затты мысалы алатын болсам, мысалы мына затты алатын болсам, бұл зат мысалға 35 мың теңге тұрсын деп айтайық, 35 мың теңге. Былайша мысалы қалтаңызда зарплатпен барып нақты ақшамен алатын болсаң, сіз мына 35 мың теңге мынаны алмайсыз да мысалға да. Бірақ сіз, егер де сізде Каспи Ред болатын болса, және сіз оны бөліп төлейтін болсаң, сіз барасың, жарайды, бөліп. Сонда сіздің миыңыз 35-ті 3-ке бөліп тастайды, автоматически 3-ке бөліп тастайды да. 3-ке бөліп тастайды да, примерно айтады сізге, 11.500 теңгеден, примерно 11.500 теңгеден болады екен ғой. Не істесе, ай сайын как будто 11.500 теңгеден алып жатқан сияқтысың ғой деген секілді ми сөйтіп айтады да. Сіз сосын, жарайды, бөліп төлейтін болғаннан кейін жеңіл болады ғой деп ала саласыз. Біреу алып тастайсыз. Сосын тағы бараса, тағы бірдеңені, андай бірдеңені алып тастайсыз. Бұнда тоже, бұғанда тоже ақша бөліп төлейтін, тағы бараса, мынандай бір кітап алып тастайсыз. В общем, не керек? Бәрін бөліп алып тастаймын деген күннің өзінде де мысалға ай сайын әжептәуір ақша шығып қалатын білмей қаласыз да. Мысалға да міне сол нәрсе қаншама жаңағы үйдің управлять ететін ақшаға қаншама ақшаны Каспи Ред жаңағы бізден не істеп отыр да, суырып алып отыр да, қаншама ақшаны да. Міне осы нәрсені мен деген не істедім, түсіндім. Біз конкретно сондай нәрсені Каспи Редпен полностью мысалы да, жаңа пластический операция жасап полностью мысалы сындырып тастайтын болса, жоқ қылып жіберетін болсаңыз, уже сіз ол Каспи Редке уже сенбейсіз да, уже сіз жаңағыдай өзіңіздің шамаңызға қарайсыз да, уже наличка ақшаға қарайсыз да. Көрдіңіз ба? Міне сондай нәрсенің барлығын мен күйеуіме қалай бердім. Күйеуімнің өзі уже бұрын сондай сөйтіп айтатын адам, жаңағы бөліп төлей саламыз, өйтеміз, уже ол ойланды. Құрсын деді, құрсын Каспи Редті жауып тастаймыз, болды. Каспи Редпен ештеңе алма деген нәрсені да мысалға да сөйтіп айтып бастады да. Өйткені ол уже білетті, уже ақшаны управлять етуді білетті, уже ақшаны басқаруды білет. Ақша уже қазір қайда кетіп жатыр, қайда. Мысалға осы уақытта мен қалай күйеуіме осы ақшаны беріп бастадым, қалай жаңағы өзің осымен реттеп, өзің не істе дегенде, оның уже зарплатасы да көбейді да. Бір мысалы 230 мың теңге алатын еді, қазір 350 мың теңгеге
допустим оның зарплатасы көбейді, и одан бөлек жаңағы оған жаңағы мемлекеттің немеді квартирный төлейді ғой, мысалы квартирный төлеп жатыр, одан да тоже ақшасын артылдырып жатыр да. В общем, не керек, мен қалай соған не істедім, бердім да, бүткіл ақшам басқаруды бәрін соған қалай бердім, ода уже ақшасы көбейіп жатыр да. Ал енді оған сол көбейіп жатқан ақшамен енді дұрыс жұмыс жасауды уже ол үйреніп келе жатыр да. Енді уже ақшаның бәрі қайда кетіп жатқан, өйткені мен 3-4 ай ғана болды ғой оған бергеніме да. Ол уже енді уже ақшаны мен мысалы өткен жолы мен не істеймін деп жаңағы план жасаймын. Уже мысалы бұрын соңды ол план жасау вообще жоқ болатын, ода план бірдеңе алдыға план қою деген вообще оның миына кіріп шықпайтын да. Оның бәрін мен жасайтынмын, ондай нәрсенің барлығын біздің үйде. Ал енді ол мысалы өткенде отырып, мен алдыға план жасағым келеді, мен осылай жасайтын болсам, мен осындай уже мынадан құтылады екенмін, мен өстейтін болсам, мен мынадан құтылады екенмін деген секілді. Ол уже, міне көрдіңіз бе, қаражатты басқару деген ол уже конкретно сезінді, оның қолында билік бар екенін, және ол не нәрсені ала алатын, не нәрсеге шамасы жетпейтін, және сол шамасы жетпесе, яғни соған жеткізуге қандай амал жасайтын, міне сондай нәрсенің барлығы ол соның мойнында да. Қазірше маған сол кәдімгі арқамнан жүк түскенде маған рахат та. Мен бас қатырмаймын ақшаға да. Маған самый главный менің не істейтінім, маған мысалы осындай ақша керек. Мына кітапта соның барлығын шаг-шагымен жазып қойғанда негізі да. Мен сіздерге скриншот деп суретке түсіріп сіздерге жіберемін, өздеріңіз оқып аласыздар, қалай жаңағы не істеу керек екенін, қандай жағдайда жаңағы 3 шагын жазып қойған, және сол 3 шагтың ішінде де тоже инструкция сондайларын жазып қойғанда, дәл осы нәрсемен жасайтын болсаңыздар, сіздер де тоже жақсы жаңағы жетістікке жетесіздер. Дәл осы ақшаны басқарудағы нені мен сіздерге жаңағы суретке түсіріп жіберемін. Ал енді мен өзім сол дәл осы нәрсені жасағандағы өзімнің жасаған нәрселерімді айтып отырмын да. Сонда мен осы нәрселерді жасаған кезде сол күйеуімнен байқағаным, ол уже жаңағы бұрын соңды анадай не істейтін болса, немеді кафе бірдеңеге спокойно барады дағыны, спокойно ала салып, спокойно жаңағы ақшаның ар жағында бар жоқ жетеді жетпейді деген ойламаса, ал қазір соның барлығын уже өзі ойлайтын болды да, өзі реттейді, өзі жаңағы ыңғайын келтіреді да, өзі бәрін реттейді. И сосын барып продукты бірдеңені де тоже өзі алып келеді. Жаңағы мен мысалы менен сұрайды да спискті, мен спискті жазып беремін, мен үйде отырғаннан кейін спискті жазып беремін, кейде ол өзі алып келеді, кейде екеуміз бірге барамыз да. Сосын жаңағы сондай нәрсенің бәрін ол уже білді да, жанұясын асырауға. Бұрын мысалы ненде тоже мен баратым да, міндетті түрде ол уже білді жанұясын асырауға жаңағы продуктіге қанша ақша кететін, ай сайын примерно қанша ақшамен продукт, то есть жанұясын асырайтын бәрін біліп жатыр. Одан кейін жаңағы қанша кредит төлеп жатқан, сол кредитті қайтсем де мен құтылам деген секілді. Бір алып қойған бір бітпейтін кредиті бар да, сол кредиттен қалай да құтылам деп мысалы, сол нәрсенің бәрін ол өз мойнына алды да. И сол нәрсемен өзі күресіп жатыр қазір да. Уже соның жолында уже бірталай жұмыстар жасап жатыр. Мысалы, кеше отырып жаңағы бір нені қарап отырды, 1,5 сағаттық сабақты қарады да. Ол бұрын соңды мысалға Инстаграм интернетте бір андай не қарамайтын, ол сабақ бірдеңе қарамайтын, білім алмайтын да. Ол сол жерде отырып андай нелерді қарайтын, бір болмайтын, бір дымға да қажет жоқ, мысалы бірдеңелерді қарап отыратын, немесе бокстарды қарап отыратын, немесе жаңағы бір киноларды қарап отыратын. Ал қазір мысалға қолы кілт ете қалса бітті, уже ақшамен байланысты қалай оны басқарады, онымен қалай жұмыс жасайды, оны қалай не істейді деген секілді. Мысалы мына жерде кітабым, ол кітабым жоқ екен, бір кітап бар біздің үйде, «Богатый человек в Вавилоне» деймін, «Самый богатый человек в Вавилоне» деген бір кітап бар да. Мен осы айттым ғой сіздерге да, мен сіздерге даже тіпті қазір көрсете аламын да. Осы уақытқа дейін менің үйімде мен жинаған кітаптар, мен негізі кітапты өте қатты жақсы көремін да. Кітап оқығанды, кітап алғанды, кітап жинағанды жақсы көремін. Біздің үйде осы уақытқа дейін мен сіздерге айтайын, мен қалай жаңағы мынандай ер мен әйел қарым-қатынасын жүргізуді бастадым, қалай осы нәрсені айтам деп өзіме шешім қабылдап, осы нәрсені жүргізгенге дейін біздің үйде осы ер мен әйел қарым-қатынасына байланысты вообще кітап болған жоқ. Единственный бір кітап болды, ол Некрасовтың кітабы «Материнская любовь» деген кітап болды да. Ал басқа кітаптардың сосын жаңа тағы бір кітап болды, кімнің не туралы,
өзіңе қандай көп дос табуға болады деген кітап бар ғой. Ой, қазір авторын ұмытып тұрмын. В общем, соның кітабы болды. А басқа кітаптың барлығы финансовый ғой. Финансовый, ақшаға байланысты, қалай жаңағы миллионерский мышление, қалай ақшаны жаңағы жинауға болады, қалай. В общем, ақша бизнесті, бизнес қалай ашуға болады деген секілді. Психологияда тоже кейін ғана қосылды да менде ше кітаптарда, бірақ көбісі ақшаға. И сол кітаптың бәрін алатын менмін ғой. Сонда жаман қатты не істейтін едім да. Осы неге мен осы еркек болып туылмадым деп сөйтіп ойлайтын да. Немесе ана біреулердің күйеулері анандай несе бизнес жасап жүреді. Мен мысалы сетевой маркетинг ары қарай жүрдім ғой. Сол кезде біреулердің күйеулері солай жаңағы не істейді, бүткіл жаңағы управлениені өз мойнында да, ал әйелдері оның көлеңкесі сияқты қасында жүреді да. Соларға қызығады. Мен қашан сөйтіп жүремін? Менің күйеуім қашан осындай нәрселерін ана кітаптарды әкеп қойған кітаптарында ол неге оқымайды деген секілді. Мен күйеуім қашан осындай кітаптарды оқып, қашан сол басқарып, мен соның қасында қашан көлеңкесі болып жүреді екем деп сөйтіп армандайтын ғой. Мен білем де әйел болып ондай нәрсенің бәрін ана басқарып кету, жаңағы ақшамен керемет жаңағы бизнес бастап кету, күйеуім болып тұрып, мен ондай нәрсені жаңағы не істей алмайтынды білем да, сонда ше жаңағы жасап кете алмайтынды. Все равно ол маған бұрындар көп кедергі жасайтын да, ол мен аяғымнан шалып отыратын. Мен бірдеңені жасаймын, өйтем, бүйтем десем, ол маған үнемі ұрысып, сол үшін сондай бірдеңелермен ұрыс-керіс болып, ол маған жасама демейді да, бірақ в том числе ол мен жасап жатсам, ол менің бір нәрсе ұнамай қалады да, ол маған кедергі жасай береді да. И сөйтіп, в общем, мен кейінгі уақытта уже болды деп, ана психологияға кеттім ғой, психология оқып бастадым ғой сол кезде. Оның алдында тігін жаңағы машинкасын алып тігін тіктім. В общем, сол кезде сөйтіп жүрген кезде мен уже жаңағы ақша, бизнес дегендерді уже ақырындап қойып келатқан кезім болатын да. Мен бизнес жасаймын, кәсіп жасаймын деген нәрселердің бәрін ақырындап қойып келатқан кезім болатын. И сөйтіп мен осы психологияға кеткен кезде, сол психологиямен жүріп, интернет-маркетолог деген нені, мен осы психологиямды интернетте дамытам деп, интернет-маркетолог деген курсқа келдім мен негізі, осы психологиямды дамытам деп та. И сөйтіп, мысалға, шынымен де соның арқасында мен мысалы психологиямды қазір Аллаға шүкір сіздердің алдарыңызда айтып, мысалы, бастап келе жаттым да, ақырын тай-тай басып келатқан адам сияқтымын да, енді былай осы Инстаграм әлеміне. Сонымен осы нәрсенің бәрін айтқым келгені, осы ақша бірдеңе деген нәрсенің бәрі менің неме бататында, жаныма бататында, жетпей жатқанын көріп тұрып, ақша табу керек деп мен жаныма бататында. Ал қазір енді осы соңғы уақытта мен вообще осы ақшаға қатысты нәрсені көп оқып жүрген жоқпын. Мен керісінше осы жаңағы счастливая жена, немесе мына жерде тұр жаңағы неше түрлі осы әйелге қатысты да, женщина и ее божественная природа деген сияқты, міне секреты умных женщин, міне осындай кітаптар уже менің жаңағы немде, мына қазір жұмыс стөлім ғой менің, осы жұмыс стөлімде мен осындай кітаптарды не істедім да, уже осы кітаптар мен көбінде жаңағы не істейтін да, оқитын. Мына Джон Кехан «Подсознание может все» деген, бұл да тоже жақсы кітапта. Мен осы кітаптар в общем менің жаңағы немде маған жақынырақ қазір орналасып жатқан, мен айналамда жүрген осы кітаптарды, мысалы ана жаңағы миллионерский мышление, ана мына деген неше түрлі кітаптарды не дейді бірдеңе «Думай богатей» деген сияқты кітаптар, неше түрлі, в общем, бірнеше кітабым бар ана жерде. Сондай кітаптарды неғанын оқымай қазір білмеймін, уже мынаған келе жатыр да менде қазір уже, өйткені властың бәрін күйеуіме бердім, ақша басқарудің бәрін соған бердім, мен тек соның көлеңкесі ғана болып жүргім келеді да. Мысалы, қазір мына Инстаграм әлемінде де тоже осы нәрсені жасап атқан, курсын істеп атқанның барлығы да мен бір байып кетіп, бір керемет, бір ақша тауып кету емес та, осы жерде де же. Мен осы нәрсеге өзім солай келдім ғой. Яғни мен шынымен де өзімді бір әйел ретінде ауыр жүктің бәрін алып тастап, уже нәзіктікті, жаңағы үлкен жаңағы күйеуіміздің қасында көлеңкесі болып жүріп, ешқандай жаңағы ауыртпашылықты сезінбей, жаңағы қорғанышымыздың қасында басымызды сүйкеп жүргенге не жетсін. Мысалда дәл сондай нәрсені біздің қазақтың әйелдеріне келетін болса, біздің күйеулеріміз, жаңа мысалы мен күйеуім 3-4 ай ғана болды өстіп жүрген дедім ғой, алла бұйырса мысалға осы мен қалай власти беріп бастадым, ол уже жаңа не істей бастады да, ана бизнес жасауды мысалы ойластырып жатыр да. Міне біздің ең бірінші неміз осы жаңағы көздейтін мақсатымыз, күйеулеріміз біздің мықты бизнес бастап, мықты ақша
тауып та мықты орындарды басқарып кететіндей дәрежеге жеткізуіміз керек та. Біздің ең бірінші осы әйел болып жаңағы күйеуіміздің қасында нәзіктігімізді не істеп, күйеуімізді сыйлап, құрметтеп, одан кішірейтін барлығының түбінде еркек адамды үлкен адам кәдімгідей елді, жерді басқаратындай, немесе бір бизнесті басқаратын, немесе бір кәсіпорынды басқаратын сондай дәрежеге жеткізу біздің түбіндегі мақсатымыз сол да негізінде да. Мен осыған дейін өзім сондай нәрсемен жүрдім ғой. Өзім осы нәрсені жаңағы ақша табамын, өйтем, бүйтем деп өзім жүрдім ғой. Күйеуім хотя тауып атқан, ол бәрібір жаңағы военный, ол жұмыстан шығып не істей алмайды, өте алмайды, бүйте алмайды деп өзім жүргенмен қанша шапқыладым, ол болмайды екен да. Мен қанша шапқылап, жаңағы мысалы бізде енді инвестициямыз бар, ол инвестицияда тоже бізге қаншама жаңағы акциямыз бар, миллионға жуық акциямыз бар бір компанияда да. Бір компанияда жақында ғана уже акционерный общество айналып жатыр. Ода өткенде мен сіздерге айттым ғой, шетелден акция алып тастадым дедім ғой. Сол акция алып тастаған Таунима деген компаниямыз мысалға қазір неге айналып жатыр? Акционерный общество айналып жатыр да. Ол уже кәдімгі, ол жерде біздің $7,770-ды 9,000 акцияға айналдырдық. 9,000 акциямыз енді алла бұйырса, ол бір акция $1-дан $10-ға шейін көбейеді дейді да. Ол қанша, даже $100 білмейміз дейді да. В общем, акционерный общество айналады ғой. И сондай мысалда ақшаларымыз біздің бар да, бірақ ол акцияларымыз бар да. Ол акцияларда тоже ақшаға айланбай тұрған себебі деймін, мен өзім ойымда, мен осы уақытқа шейін мен басқарып, мен жаңағы ақша табу керек, бизнеспен айналысу өте керек, бүйту керек деп мысалда сондай түсінік болғаннан кейін де тоже ол ақшаға айналмай тұрған шығар. Қазір уже күйеуім қалай билікті алып бастады, күйеуім қалай барлығын өзіне істеді, уже ол деген алла бұйырса өзінің бір пландары бар да. Осы бизнес жасауға қалай осы арғы бергі ақша айналым болады, мен уже анандай немді алып тастаймын, мынауымды өйтіп тастаймын, мынаны сөйтіп тастаймын деп ол уже бизнеске қарай андай ақша табудың тағы да бір зарплатқа ғана қарап отырмай, мен міндетті түрде мен қосымша менің табысым болады деген нәрсені ойластырып жатыр. Көрдіңіз бе? Міне менің мақсатым осы. Менің мақсатым күйеуімді военный болып, құры жаңағы ешқайда мысалы мен айтпаймын, жаңағы біздің өміріміз рахат деп айта алмаймын ше. Біздің бір неміз, плюсіміз, біз ел көріп, жер көріп, бала шағамызбен жаңағындай общительный болып кеттік та. Біздің бір неміз, біз ешкімнен ұялмаймыз, ешкімнен қысылмаймыз, біз кез келген қалаға бара аламыз, кез келген жерде тұра аламыз деген секілді. Біз жаңағы адамдармен де, обществомен де жаңағы балаларда тоже мектеп ауыстырды, миллион мектеп ауыстырды деген сияқты енді. Сондай үйреніп кеттік та сол жағынан да. Ал бірақ жаңағы бір несі, біз жаңағы несінде күйеуімнің жұмысынан шыға алмайды. Біз мысалға туған туысқанмен жиі араласа алмаймыз. Туған туысқанның той томалағы болып жатыр қазір мысалы Алматы жақта да, оған жиі бара алмаймыз. Себебі мен кететін болсам бала шағаны қарайтын күйеуім қарай алмайды, ол жұмыстағы адам. Мен баратын болсам мен бала шағамен бару керекпін. Бала шағамен баратын болсам жаңағы несі бар, немеді, сабақтары бар деген сияқты. В общем, арғы бергі солай сондай себептермен біз сөйтіп көп той томалақтан қалып жатырмыз да қазір же. Мысалы да мен осының барлығын көргеннен мен уже не істегім келмейді. Мен күйеуімді сол военный болып жүрген қаламаймын да. Менің мақсатым оны сол жерден шығарып алу да. Шығарып алған күннің өзінде мен дәл қазір мен оны болды жұмыстан шықшы деп айта алмаймын да. Ол қашан өзі мына жақтан уже бизнесін жасап, қосымша жүріп бизнесін жасап, бизнесін аяқтан тік тұрғызып алады, спокойно мына жақтан шығамыз да, біз өз өмірімізбен өзіміз өмір сүріп кететін жағдайға кетеміз да. Ал менің мақсатым сондай бір үлкен бір бизнесті басқару, күйеуім бір үлкен бір қожалықтың иесі болу, үлкен жаңағы көп адамдарға жұмыс беретін сондай бір орталықтың иесі болу деген секілді менің мақсатым сол да. Сол үшін мен осы нәрсені қазір жасап жатқанымда мен қазақ әйелдеріне тоже сіздер менімен бірге жүріңіздер, дәл осы нәрсені жасаңыздар, сіздер де тоже сондай дәрежеге жетесіздер, алла бұйырса да. Өйткені менің күйеуім уже какой-то бір нәрсені бастады уже да. Әйтеуір мелочь болса да мен дәл осы қалпымда, дәл осы немде мен күйеуіме сеніп, мен сен қолыңнан келеді, сен жасай аласың, мен саған сенемін деп, еще жаңағы ақша деген бәрін сол мойнына іліп қойғаннан кейін, ол соған келе жатыр, ақырындап келе жатыр. Мен оны баяғыдан бері беріп тастамағаным үшін өкінемін да. Мысалы мен өзім хотя 2 жылдай болды жаңа
өзім өзгергеніме да, бірақ именно власть деген нәрсені, именно ақша деген нәрсені 3-4 ай ғана бұрын ғана беріп отырмын да, мен оған дейін өзім естедім да. Көрдіңіз бе, сондай сіздерде болмасын. Сіздер қазір менің айтқан нәрсемді уже потихоньку жасап, сіздер де тоже күйеуіңізге осы нәрсені жасап, сөйтіп естейтін болсаңыздар, кәдімгідей сенім артып, кәдімгідей осы нәрсені жасайтын болсаңыздар, сіздер де тоже шынымен де жетістікке жететін боласыздар да. Шынымен де сіздер де тоже жаңағы күйеуіңіз сондай нәрсені басқарып, жақсы бір нәтиже көре аласыздар да. Көрдіңіз бе? Осы нәрсені жасаңыздар. Мына менде еще мынандай кітап болды. «Сделай мужа миллионером» деген кітап болды, айтпақшы. Соны айта кетейін. Мен ол кітапты 2015 жылы алдым да, негізі да. Мен сол кезде алдым. Мен сол кезде сетевой маркетингтерді жасап жүрген кезім ғой. Сол кезде мен әртүрлі неше түрлі нәрсені жасап жүретін, бизнестерді в общем жасап жүрген кезде, мен сол кезден бастап прям сондай ер адамдар, бизнес басқарып жатқан ер адамдар, даже сетевой жасап жүрген ер адамдар, в общем қай жерде жүрсе де ер адамдардың қолынан келеді да, негізі сондай нәрсені бәрін басқаратын ер адам ғой. Соны басқарып жүрген ер адамдарға қатты қызығатым да. Менің де күйеуім дәл өйстіп бір жерде жүрсе ғой, мен емес, менің күйеуім жүрсе ғой деп сөйтіп қатты не істейтім, қызығатым да. Сол ер адамның әйеліне қызығатым да. Қандай жақсы, осындай күйеуі бар деген сияқты да. Міне сондай нәрсе мен сол кезде ойлап жүрдім. Сол кезде мен жаңағындай кітапты сатып алдым, мен «Сделай мужа миллионером» деген да. И сосын сол кітапты сатып алып мен оқып бастадым да. Бірақ мен ол кезде мен медитация дегенді дым түсінбедім. Мен ана медитация деген қалай жасайды? Мен ол жерде просто мынандай да, мен ол кезде бірдеңе мен тоқтатып тастады. Мен ана айтқан бәрін жасағанға мен бірдеңе тоқтатып тастады. Себебі ол жерде жаңағы духтармен сөйлес дейді, әкеңнің духымен, мына жақта шешеңнің духы, олар мына жерде бүйтіп ұстап тұрады, өйтеді, бүйтеді. Сосын саған жаңағы благословение береді, атаң, әке жақтан жаңағы нелерің, не деуші еді, ата баба, әке жақтан ата баба, шеше жақтан ата баба деп әйтеуір сондай бірден келеді айтатын. Ол ше менің ол миыма кіріп шықпайтын да, ол қалай сонда, не істейді сонда деп. Бірақ мен единственный сол жерден бір нәрсені сол моментте жасап көргенім, ол деген мынандай нәрсе болды. Күйеуіңнің тапқан табысынан 10%-ын әйеліне беріп отыратын болса, күйеуінің табысы көтеріледі деген нәрсе. Сол нәрсені мен жасап көрдім да. Бірақ мен тағы да қазір оны айтамын, түсіндіріп та. Сол нәрсені ғана жасап көрдім. Ал басқа нәрселерді мен жасай алмадым да. Себебі ол жерде что-то біздің қазақтың менталитетіне келмейтін көп нәрселерді айтады. Мен сосын кейіннен уже Құралай ханымды тыңдап бастадым. Құралай тура сол нәрсені айтады екен. Құралай ханым бар ғой, тура сол нәрсені айтады екен. Құралай ханым тыңдап жүріп, мен оның медитацияларының сабақтарына да қатысып көрдім. И сосын жүре келіп Балқия Балтабай деген қызды тыңдадым. Ол қыз уже ана Құралайдағы тыңдап жатқан нәрселерді, ол уже мен бір жамандап жатқан жоқпын. На самом деле мен дұрыс емес екенін түсіндіріп жатқаным ғой. Ол жаңағындай нәрселерді, сол жаңағы, ол да тоже айтады, ата бабадан рұқсат ал, ата бабаңның несі жаңағы не істейді деген сияқты. Мен бір ұстаздарды тыңдап қалдым, айтпақшы. Сол ұстаздар айтты, біздің ата бабамыздан келген нәрсе бізге әсер етпейді деді. Сіз әркім өзінің жасаған үшін жауап береді деді да. Мен соны түсінген кезде, бұл біздің дінімізге вообще дұрыс емес екен ғой деген түсінік пайда болды да менде. И сосын жаңағы ата бабаның несін рұқсат берген кезде ғана сен не істеп кетесің деген, ол біздің дінімізге вообще келмейтінін түсіндім да. И сосын мен ол кітабым менің бір туысқаныма пока оқи тұр деп беріп кеттім да. Содан кейін ол кітапқа қолым жеткізе алмадым да. Бірақ енді одан басқа нәрсені үйренуге болады да. Енді біздің дінімізге келетін кішкене сондай нәрсені үйренуге болады да. И сосын мен не істегенім, жаңағы айта кетейін, жаңағы 10% деген сол нәрсені мен сіздерге де тоже айтқым келеді. Мен оны негізі өзім де қазір жасап жүрген жоқпын, бірақ мен өзім қазір ойланып жүрмін да, сол нәрсені жасау керек. Бағана сіздерге басында айтып кеттім ғой, күйеуіңіз сізге ақша беріп тұратын болса, сіз өзіңіз өз рахатыңызға, өзіңіздің бір энергия алатын нәрсеңізге жұмсайтын болсаңыз, сіз күшті бір энергияңыз толып сөйтіп тұрады деп айттым ғой. Осы нәрсе сол мынандай екен да, мен жаңа соны оқыған кезде бүйтіп айтады да, сіз күйеуіңіз дейді, сізге дейді, өзінің 10%-ын беріп отыратын болса, оның жаңағы ақшасы шынымен де көбейеді деп ол біреулердің мысалын айтқанда, пәленше сөйткен кезде өзінің жаңағы кітапта жазып отырған жаңағы Лариса Ренар жаңағы өзінің әйелдеріне сол нәрсені айтқаннан кейін және өзінің өмірінен көп мысалдар жазғанда, сол жаңағы қалай ол маған беріп бастады,
мен қалайса 10% өз өміріме рахаттанып қолданып бастадым. Сол кезде оның осындай неге көтерілді, ода осындай ақша келді, осындай нәрсе келді, өйтті бүйтті деген нәрселерді жазғанда, сосын мен соны күйеуіме айтып көндірдім. В общем, не керек, ол маған 10%-ын беріп отырды. Бірақ мен жаңағы нені, жаңағы 10%-ды мен өзіме жұмсай алмай, мен оны как раз жаңағы мамам Алматыда тұрамыз ол кезде, мамамның туған күніне қыздар жаңағы шуба алып берейік деді, норковый шуба алып берейік деді да. Ол норковый шубаның өзін біз кредитке алдық тағын, бір қыздың үйдегі қыздардың біреусінің атынан алдық да. Сосын біз соған ай сайын 10 мың теңгеден беріп отыратын болдық. Сонымен жаңағы күйеуімнің сондай маған берген ақшасын мен енді ол кезде сол дұрыс түсінбегенім біріншіден, екіншіден мен ол ақша жай ақша ретінде ғана көргенім мысалда. Мен оны алдымдаған соған аударып отырдым. Ол қалай маған береді, онда мен оны жинаймын, қойып қоямын да соған беремін да. Сөйтіп мен одан ешқандай өзім несе алған, андай бір энергия алып, бір рахаттанған жоқпын да. Ол сосын күйеуім соны түсінді дағыны, оның ақшасы көбейіп жатқан жоқ, маған берген ақшасынан да, оның ақшасы көбейіп жатқан жоқ, ол что-то не то деген секілді болды ма, білмеймін, в общем, ол тоқтатып тастады. Маған бермей қойды да ол ақшасын да. Ондай ақшасын жаңағы 10% деп маған бермей қойды да. Сосын не керек? Мен не істедім? Мен де қойып кеттім оны. Сосын енді қазір мен уже мына нені түсінгеннен кейін уже қазір неміз уже басқаша болды ғой, қазір түсінігіміз де басқаша болды. Көп нәрсені оқыдық, түсіндік, білдік деген сияқты. Сол неден кейін мысалы қазір мен уже не істеп жүрмін да, соны ойлап жүрмін да, шынымен де ол, егер де ол 10% маған беретін болса, мысалы қазір 350 мың теңге зарплата алады да, мысалы 10% 35 мың теңге, 35 мың теңге маған ай сайын беріп тұратын болса, мен сол 35 мың теңгеге мысалға да өзіме бір күшті бір салонға барғым келе ма, массажға барғым келе ма, өзіме бір күшті бір киімдер алғым келе ма, күшті бір нәрсені бір жаңағы өзіме бір не істегім келеді, в общем да, сондай нәрсеге арнайтын болсам, мен содан рахаттанамын да. Мен өйткені өзімнің өзіме қажет нәрсені толтырамын болсадан, мысалға бұрын айтатын да, хотя бы мына бір немеді қолға ғана массаж, не дейді, жаңағы өзіңе бір рахат сыйлау үшін, хотя бы мына бір қолыңа ғана массаж жасасаң да, ең болмаса бір арқаға ғана массаж жасасаң да, обязательно массажға барыңдаршы, рахаттанып қаласыңдар, керемет демаласыңдар деп сөйтіп айтатын ғой бұрындар, біздің жаңағы сетевойда жасап жүрген кезде. Сол секілді бір массажға барасы, әйтеуір, в общем, сондай тапқан табыстан сондай 10%-ын сөйтіп алып сізге беріп отыратын болса, сіз содан прям андай өзіңіз рахаттанып жүресіз ғой. Өзіңіздің ішкі жаңағы сұранысты толтырғаннан кейін, ішкі сұраныс не істегеннен кейін сізде бір өзіңізде бір андай бір спокойствие болады. Өзіңіз бір рахат сезінесіз. Өзіңізде бір бәрі керемет, өмір қандай керемет, өмір қандай тамаша деген нәрсе болады да. Сіз сол өмір қандай тамаша деген нәрсені сіз үйге алып келесіз. Күйеуіңізге не істейсіз? Біз вдохновительницамыз ғой, біз деген андай шабыттандырушымыз ғой. Біз сондай өзіміз сондай шабытты алып алғаннан кейін, біз сондай өзімізге сондай бір жақсы бір әсерде болғаннан кейін, біз сондай шабытты күйеуіміздің де миына сыйдыра аламыз да. Күйеуіміздің де миына өмір қандай тамаша, қандай керемет. Мен мысалы баяғыда қалай мен сетевой маркетингте кеткім келмейтін да, себебі ол жерде кілең жақсы нәрсені айтады да, кілең позитивный нәрсені айтады да. Сосын сол позитивный нәрсені үйге алып келесің, өмір қандай тамаша керемет деп та. Ал енді мен қалай мектепте істедім, мектепте бүйтіп тұнжырайып қаласыз ғой, прям не деген қиын өмір сүру, ақша табу не деген қиын деп мысалы да. Мектепте жүрген адамдардың бәрі сондай не істеп жүреді да, жаңағы тұнжырайып бір шаршап ше, ой осы бітпейді мектептің жұмысы деген секілді сондай неме жүрді. Соны шынымен де дәл сол ортадан сондай нәрсені аластан үйге апарасыз. Өмір қиын туу деп шаршап, бітпейтін бжб, бітпейтін тжб деген секілді мысалы да. Сөйтіп не істейтін, сондай нәрсенің барлығын мына біздер солай жаңағы не істейтін болсақ, қайда жұмыс істеп жүрсіз, жақсы. Сіз қазір зарплата алып жүрген шығарсыз. Сіз қазір өзіңіз ақша тауып жүрген шығарсыз. Сіз сіз тапқан ақшаңызбен жанұяны асырап жүрген шығарсыз да, мысалға да. Күйеуіңіз таппай, сіз ғана тауып жүрген шығарсыз да. Бірақ сонда да осы жерде сіздер жаңа күйеуге власти беріп, сіз күйеуіңіз сен үлкен адамсың, сен осы үйдің президентсің деген нәрсенің бәрін жасағаннан кейін, сіздер маған сұрақтарыңызды дайындап отырыңыздар, иә. Сөйтіп жасағаннан кейін сол нәрсенің барлығын
күйеуіңізге беріңіз. Хотя ол ақша таппай жүрсе де, ол уже ақшаны ұстағаннан кейін, ол ақшамен жұмыс жасап бастағаннан ол власть сезінеді да. И сосын сізде жаңағы, сізде қазір мысалы тауып отқан ақшаңызды общий корзинаға салып үйреніңіздер да. Общий корзинаға салып, и сосын сол корзинадағы түскен ақшаны күйеуіңізге беріңіз. Содан кейін барып, общий түскен ақшадан, может, сізге жаңағыдай 10%-ын беріп отырсын да. Сіз сол 10%-ды өз рахатыңызға жұмсаңыз да. Мысалға болады да, мысалға сол берген 10%-ы мен маған қажет дүниеге жұмсайын деген, ол да тоже немес та, жаңа сізге рахат сыйламайды. Мысалы сізге аяқ киім алу қажет па, мысалға да, сіз етіңіз андай не істеп жүр да, мысалы құрып жүр деген сияқты, немесе бір сумкаңыздың бір шеті жыртылып жүр да, сізге сумка алу керек та, сізге необходимо да сумка алу да. Сіз сол сумканы аласыз да, ол сізге қажеттіліктен алдыңыз да, сіз ол сізге бір күшті бір рахат сыйламайды да, просто сізге қажет болғасын алдыңыз. Ал енді не нәрсе рахат сыйлайды? Мысалға сіз жаңағы неге немеді рахат сыйлайтын өзіңіз аса қажет емес, ол сізге да аса қажет емес, бірақ сіз соны қатты алғыңыз келіп, сіз соны қатты қызығып жүрсіз, сіз сол нәрсені ұстап көргіңіз келеді, сондай нәрсені мысалы дәмді жейтін нәрсені де тоже да, сіз былай жүрген кезде ақшаңыз қимайсыз да, бірақ сіз жаңағындай ақшамен кәдімгі спокойно алып жеп деген сияқты да. Мысалға сондай нәрсе бола ма? В общем, қандай нәрсе сізге рахат сыйлайды, соны алған кезде мысалға сондай нәрселерді сіз өзіңізге алып, өзіңіз сондай нәрсені қолданып бастаған кезде, сіз уже шынымен де жүрегіңіз тынышталады, и жүрегіңізде тыныштық пайда, и сосын миыңыз уже сол нәрсені не істейді дағыны, мә, шынымен де өмір қандай тамаша, рахат қой мына өмір деген сияқты да. Енді бұл жерде жаңағы мен дін жолында ештеңе айтпай кеттім, бірақ та бұл алдындағы айтып жүрген темадағыдай ниетіңізді дұрыстайсыз да, ана ақшаны алып өзіңіздің жаңағы өз ана эгоистка болып кетпейсіз да, бір жағынан да эгоистка болып кетпейсіз да. Бірақ сонда да сіз өзіңіздің рахатыңызға жаңағы массажыңыз бар ма, косметологқа барасыз ба, косметика аласыз деген секілді өзіңіз сондай нәрсені жасайсаңыз, сіз міндетті түрде ер мен әйел қарым-қатынаста күшті пайдаңыз тигізесіз да. Ал ол ер мен әйел қарым-қатынаста пайданы тигізу деген сөз, ол екеуінің қарым-қатынасы дұрысталады деген сөз. Ал дұрысталады деген сөз Алла разылығын алады деген сөз да. Көрдіңіз бе? Енді ара эгоистичный жаққа кетіп қалмасын деген секілді нәрсені айтып жатқаным сіздерге түсінікті болу үшін. Ал енді мен сіздерге 1 сағат бойы тоқтамай сөйледім. Енді сіздер айтсаңыздар, күйеуіме айтсам, бұрын ақша көп болсын, сосын беріп тұрам дейтін, сонда бірінші беру керек екен. Я, сіз ақша көп болмайды. Ол дәл осы қалпында, сіз дәл қазір сіздер қанша жыл өмір сүрдіңіз күйеуіңізбен да, қазір қандай болып тұр, тура сонымен тағы да дәл өзгермесеңіз тура сондай болады. Неше жылға шейін сондай болып кетеді. Қашан сіз жаңағыдай нәрсені өзгересіз? Қашан сіз өзіңіз жаңағыдай нәрсені не істейсіз да, күйеуіңізге ондай нәрсені мынандай да күйеуге айту үшін да бізге сол кезде жаңа кітапта бүйтіп жазып қойғанда, сіз өзіңіз придумать етіңіз дейді, бір история придумать етіңіз дейді. Енді жақсы, дәл сондай историяны мысалға мен сіздерге айтайын. Бай болғанда бір бай әйелді алыңызшы, бай әйелді алыңыз, бай әйел не істей алады? Өзіне рахат сыйлай алады, ол көрдіңіз ба, 8 жыл. И дальше будет, егер де сіз ештеңе жасамасаңыз. Мысалы, бір бай әйелді алайық. Бай әйел өзіне, мысалы, ұнайтын нәрсені жасай алады, дұрыс па? Өзіне рахат сыйлайтын нәрсені. Ол барады, например, жаңағы бір қымбат ресторанға барып, өзі жаңағы отырып, кофе ішіп, немесе қымбат неге барып, өзімен өзі демалып, мысалы, бір күндік жаңағы отельді жалдап, болды мен кішкене демалайыншы деген секілді нәрсені жасай алатын шығар, мысалға. Немесе өзіне бір жаңағы қымбат дүкеннен қымбат бір өзі қатты ұнатып жүрген затты ала алатын шығар, немесе барып салонға барып рахат демалып жататын шығар, массажын алып рахат. Мысалда ол бай әйел өзіне позволить ете алады да, мысалға да. Ал соған соны нәрсені алғаннан кейін ол дальше уже баланс ұстап отыр да, ол өзінің рахатын жаңа толтырғаннан кейін ол баланс ұстап отыр да, ол жанұясына сол нәрсені алып келе алады да. Ал тура сондай нәрсені сіз егерде осы уақытқа шейін сіз сондай балансты ұстай алмадыңыз да, сіз жаңағы отбасыңызда сондай жаңа ақша жетіспеушілігінен өзіңіз қиналып сөйтіп жүргеннен сондай баланс ұстай алмадыңыз. Ал енді сондай нәрсені ұстау үшін сіз сондай история придумать етіңіз да, сондай историяны мысалға күйеуіңіз білетін бір пәленшені айтыңыз, немесе күйеуіңіз білмейтін негізі бар ғой, мен бір жерден оқыдым деген секілді. Сондай жаңағы несі, күйеуі тапқан табыстың 10%-ын әйеліне беріп отырған кезде күйеуінде бизнесі көтеріліп кетіпті, күйеуінің жағдайы жақсарып кетіпті деген секілді сондай бір историяларды өзіңіз придумать етіп алыңыз. Самый главный ол роль ойын, ол
жұмыс жасайды да. Мен оған қазір мен 100% сенемін да, қазір. Себебі мен бұрын оған аса сенбедім да. Өйткені мен оны өзім дәл солай жаңа айттым ғой сіздерге. Маған берген 10%-ын мен жаңағы шешемнің тонына ақша салып отырдым деп та. Мен өзіме дымда жаратқан жоқпын, өзіме бір қажет нәрсе. Ол менен сұрайтын да. Еще мен оны айтқан кезде, және сен сол ақшаның қайда кетіп жатқанын вообще отчет сұрамайсың деп мен сөйтіп алдым да. Мен сөйтіп келістім да онымен да. Ол сөйтіп келісіп маған беріп отыр. Дәл сол секілді ол кейіннен сен осы ақшаны қайда жұмсайсың деп ол интересоваться ететін бір кездерде. Мен саған айттым ғой, біз келісіп алдық қой. Ол ақша туралы сен ештеңе сұрамайсың, мен оны өзім білемін деп. Мен оны өзім айтқан нәрсемен қайтадан бетін жауып тастайтын да оның. Енді сол секілді сол күйеуіңізде тоже дәл осы нәрсені жасаңыздар. Осы бүгіннен бастап жасаңыздар. Күйеулеріңізге кәдімгідей не істеңіздер. Осы нәрсені историяны придумать етіңіздер. Мен қазір сондай историяны сіздерге айтып берейін десем, өзім сол жаңа кітапта негізі бірнеше история болғанда, сондай мен қазір ұмытып қалып отырмын соларды. Бірақ та мен көзім жетіп отырғаны ол анық жұмыс жасайды. Анық жұмыс жасайды. Сіздер айтасыздар ғой, энергияны қайдан аламыз? Біз күйеуімізге энергия беру үшін біз өзіміз энергияны қайдан аламыз дейсіз. Міне энергияны алатын нәрсе осы. Сіз өзіңіздің жан рахатыңызды, бізде жан тән рахаты бар, жан рахаты бар. Біздің қарнымыз ашып, жаңағы не істейтін болсақ, біз тамақ ішеміз ғой, қарнымыз ашатын болса. Ал енді жанымыз тоже бір қарны ашады. Оған да тоже бір рухани бірдеңе азық керек та. Сол рухани азықты ол қайдан алады? Ол өзінде бірінші жаңағы несін істеп алады, өзінің немеді? Душаның жаңағы бір рахат нәрсені сезініп алады. Сол рахат нәрсені сезінгеннен кейін барып, ол уже өмірге деген көзқарасы өзгереді. Өмірге деген жаңағы уже кітаптар оқи бастайды. Жақсы нәрсені көзі көре бастайды. Қарны ашып жүрген нәрсе жақсы нәрсені көрмейді, тек қана ашып жүрген кезде, қарныңыз ашып тұрса, тек қана тамақтарды көресіз, басқа ештеңені көрмейсіз ғой. Ал енді қашан сіздің жүрегіңіз толықталып, жүрегіңіз тынышталып, бәрін рахат солай сезініп бастаған кезде, сіз уже өмірге басқаша көзқараспен қарайсыз. Уже көзіңізге басқа нәрселер көріне бастайды. Бұрын көрмеген басқа нәрселер көріне бастайды. Міне, көрдіңіздер, осы нәрсені жасаңыздар. Сол кезде сіздер керемет нәтижеге жететін боласыздар. Керемет жаңағы күйеуіңіздің де тоже ақшасы көбейеді. Өйткені қалай ақшасы көбейеді? Өйткені сіз оны шабыттандыра аласыз. Көрдіңіз бе? Сіз шабыттандыра аласыз оны. Оған сіз бар неңізді ынтажы, мен саған сенемін, сенің қолыңнан келеді, сен мықтысың, сен осы жанұяны асырай аласың, біз деген шетелге шығамыз, біз деген сөйтеміз, біз бүйтеміз деген секілді оған жан неңізден шыққан жылуыңызды сыйлай аласыз. Өйткені сіз өзіңізді рахаттандыра алдыңыз. Енді өзіңіз шабыттандыра алдыңыз. Енді сіз уже басқаға спокойно шабытыңызды жеткізе аласыз. Көрдіңіз бе? Осы нәрсе мен сіздерге енді айта берсем, айтатын әңгімем өте көп та, уже 60 минуттан кетті отыратын уақытымызда. Мен келесі сабақта алла бұйырса, біз қазір бүгін бізде 9 енді алла бұйырса 12-сі кездесу болады. 12-сінде сіздер сұраңыздар, дальше осы нәрсені жалғастыруымызға болады. Мен сіздерге жаңағы не жайында айтқым келген, ақшаның жаңағы несі, қаражатты басқарудың жолдарын айтқым келген. Жақсы, енді олардың бәрін келесі неде сіздер сұраңыздар, сол кезде айтамын да, тағы да ақшаға байланысты. Ал енді сіздердің сұрақтарыңыз болса, жаза кетіңіздер осы жерде. Түсінікті болды ма тақырып? Сіздерге қаншалықты жеткізе алдым? Мен сіздерге жаңа уәде еткендей, ненің ақшаның басқаруды қалай күйеуімізге береміз деген секілді мен осыларды мен сіздерге, егер бұл бәрі орысша енді, сонда да түсінетін шығарсыздар, енді неғылып өздеріңіз жасап көріңіздер. Мен осы сіздерге 3 шағын жаңа инструкциясын жіберетін боламын. Сол нәрсені жасаңыздар. Тапсырма, осы нәрсені жіберем. Осы жаңа айтып отқан немді, соны жіберем, соны жасайсыздар. Сол сіздерге тапсырма болады. Шаг за шагым қалай жаңағы күйеуіңізге бергенде не болады, күйеуіңіз жасаған кезде не болады деген секілді нәрсенің бәрі шаг за шагым жақсы жазылған. Мен соны сіздерге жіберетін болам. Тағы сұрақ бар ма? Жалпы түсінікті болды ма? Сұрақ жоқ сияқты. Олай болса, мен осымен тоқтатайын эфирді. Ал енді жақсы сау болыңыздар. Мен қазір суретке түсіріп жіберемін. Кездескенше 12-сі күні.